Статикалық IP деген не? Осындай сұрақтар жиі туындап кетті соңғы кезде қолданушыларда. Сондықтан жауап беріп көрейік. Статикалық IP-дің енді орыс тілінде, ағылшын тілінде атаулары бар. Олар көп естіп таныс болуларыңыз мүмкін. Мысалы, форумдарда, интернет тораптарында статический IP, постоянный IP, неизменяемый IP деп айтып жатады. Немесе қарапайым тілмен статика, белый IP деп айтып жатады. Public IP ағылшын тілінде, static IP, шлюз gateway IP. Осы атаулардың барлығы кездесіп қалуы мүмкін. Бұның барлығы осы статический IP туралы айтып отыр. Енді статикалық IP бұл интернет сервис провайдерден осы қосымша қызметті сатып алушыға берілетін, интернетке қосылған кезде сіздің құрылғыңызға бекітіліп жазылатын, бапталатын, өзгермейтін сандық мекенжай. Енді кішкене қиын сияқты болып кетті. Алайда айтқанда, қарапайым тілмен айтқан кезде сіз интернет сервис провайдерден интернетті аласыз, мысалы, үйге немесе бизнеске, және сіз қосымша қызмет сатып аласыз. Осы статический IP керек деп айтасыз. Содан кейін бұлар сізге статический IP береді. Мысалы, мынау статический IP-дің мысалы 37, 98, 49, 88 деген сияқты мынау статический IP. Енді оның жанында түсінікті маска под сети, subnet mask береді. Бұл жерде сіздің сатып алған IP адрестеріңіздің блогы, яғни қаншау керек сізге. Көп жағдайда бір ғана IP адрес алып жатамыз. Мысалы, мен қазір мына жерде ноутпадты ашайын. Мысалы, мынандай IP адрес сатып алдық дейік. Одан кейін бұл жерде түсінікті осы IP адрес сізге береді. Осы бір ғана IP адрес сізге жарайды. Оны өзіңіздің кез келген құрылғыға, төмен жақта келтірілгенде мынандай құрылғылардың біреуіне баптайсыз, настройка жасайсыз, сөйтесіз де осы статический IP жазып қоясыз. Ары қарай не істегіңіз келеді, соның бәрін өзіңіз жасай бересіз. VPN жасайсыз ба, ұзақтан қосыласыз ба, жалпы статический IP-ді пайдаланасыз. Енді интернет сервис провайдер әрине түсінікті. Ар жағында өзінің шлюз IP, gateway IP болады. Одан кейін маска под сети болады. Бұлар енді сізге керек емес ақпараттар. Және сізге енді DNS серверлерді береді. Интернет сервис провайдерлері. Сонымен қатар Google-дың 888 деген атақты жаңағы DNS сервері бар. Әрқашан қолжетімді, әрқашан жұмыс жасайтын, әрқашан көмектесетін DNS сервер. Жалпы public DNS серверлер өте көп, бірақ интернет сервис провайдерлерде өзінің DNS серверлерін беріп жатады. Осындай барлығын баптау жасайсыздар. Жалпы айтқанда статический IP сізге бір осындай IP адрес цифраны береді. Ол үйіңіздің мекен жайы сияқты болады, ешқашан өзгермейді. Әлем бойынша уникалды болады, яғни бүкіл әлем бойынша бұл цифра уникалды болады. Бұл цифраны сіз компьютеріңізге жазып қойсаңыз, мысалы мына жерде сетевые настройкаға келіп, Ethernet-тің ішінде свойства, осы жерде IP версия 4, мына жерге қолмен мысалы статикалық IP адресі жазып қоятын болсақ, 38, 39, 99, жаңағы 99, одан кейін 87, мысалы 16 деп жазып қоятын болсақ, және маска под сетиді береміз. Сол сияқты барлығын қолмен жазып қоятын болсақ, біздің компьютеріміз бүкіл әлемнен, яғни қолжетімді болады. Бүкіл әлемнің кез келген түкпірден компьютерге мысалы RDP көмегімен ұзақтан қосылуға мүмкіндік бар. Алайда ол әрине дұрыс емес. Компьютерге бірден олай статикалық IP адресті жазбаймыз. Оның қаупі себебі бар, төмен жақта келтірілген. Енді статикалық IP адрес болатын болса, оған қарама-қарсы private жеке IP деген болады. Бұл әрбір үй желісінде немесе шағын орта бизнесте қолданылатын арнайы жеке IP диапазондары. Бұл мекен-жайлар интернетте көрінбейді. Үй ішіндегі құрылғыларда, мысалы компьютер, телефон, смарт теледидар, камера бір-бірімен байланысуға арналған. Және жеке IP адрестің диапазондары стандарт бойынша мына жақта келтірілген. Мысалы қараймыз, қазір мен тағы да осы сетевые настройкиді ашамын. Ethernet сведения ашамын, міне 192.168.0.5 және менің роутерім 192.168.0.1. Бұның барлығы private IP адрес. Міне шлюз по умолчанию менің үйдегі тұрған роутерім, мынау менің компьютерімнің IP адресі. Енді статикалық IP адресті қазір тағы сұрақ туындауы мүмкін. Мысалы, бұл не үшін қажет деген сұрақ туындайтын болса, егер де енді осындай сұрақ туындайтын болса, бизнес үшін статикалық IP адрестің қажеттілігі көп жағдайда қашықтан қолжетімділік, яғни сіз офисіңізде бір статикалық IP адрес сатып алғаннан кейін компьютерге, 1С серверге, немесе қандай да бір сервистерге, серверлерге, жұмыс станцияларына, желі құрылғыларына сырттан қосыла аласыз. Яғни үйден немесе
әлемнің кез келген түкпіріне жаңағы іс сапарға кетсеңіз үйдегі компьютерге құрылғыға ұзақтан қосылуға мүмкіндігіңіз болады. Одан кейін көп жағдайда VPN ұйымдастырып жатады, яғни шағын бизнесте мысалы кішігірім енді кез келген бизнес, жалпы сайт ту сайт, мысалы Алматы мен Шымкент, кез келген қалалардың арасында, кез келген офистардың арасында VPN компания қызметкерлерінің мысалы қашықтан қосылуы мүмкін, қызметтер де қосылуы мүмкін, немесе екі офистарды да бір-бірімен біріктіріп жатады. Сондай-ақ веб-сервер, қосымша серверлер, тағы да почта сервері мысалы бизнесте болатын болса, VoIP пен IP телефония үшін де осы статикалық IP адрес керек. Сонымен қатар бейне бақылау жүйелері, мысалы ұзақтан бейне камераларды қарау керек болса, осы статикалық IP адрес қажет болып жатады. Үй қолданушыларына кейбір жағдайда осы статикалық IP-ді қолдану жағдайы тағы да осы қашықтан қосылу, мысалы үйдегі компьютерге немесе storage жаңағыдай файлдарыңызға ұзақтан қосылу, немесе смарт құрылғыларға кез келген бейне бақылау, үй сервері, мысалы үйіңізде ойын сервер немесе медиа сервер болатын болса, смарт home, яғни сырттан үйіңізді бақылайсыз, басқарасыз, және гейминг деген екен, жеке сервер орнату және пингті тұрақтандыру депті. Енді Қазақстанда статикалық IP адресті қайдан алуға болады деген мына жерде кішкене бөлімше бар екен. Қазақстанда статикалық IP адресті келесі провайдерлер ұсынады. Бұл әрине үлкен өзімізге таныс сервис провайдерлер: Қазақтелеком, Билайн, НЛС, Казнетком, Жусан Мобайл. Мысалы Қазақтелекомды қарап көрейік. Міне қараңыздар, Қазақтелеком бизнеске арналған барлық қызметтері, соның ішінде бизнеске арналған тиімді тарифтер. Бұл жерде бизнеске арналған интернет, оптикалық жылдам интернет, оны толығырақ қарасақ болады, SIP телефония, мобильді байланыс, бизнеске арналған электрондық құжаттар дейді. Міне осындай бизнеске арналған кішкене ерекше өзінің ұсыныстары болады, және оның бағасы мысалы тарифтері мысалы 100 мың теңгеге дейін, одан да көп болуы мүмкін. Мысалы бар жоғы 100 мегабайтты 100 мың теңгеге беруі мүмкін сізге, бірақ оның өзінің артықшылықтары бар. Сонымен қатар Билайн, міне B2B Қазақстан, интернет, қоңыраулар, жібермелер барлығы сіздің бизнес үшін дейді. Кеңсе интернеттері, виртуалды АТС, роуминг дейді, НЛС Қазақстан, так, бизнеске арналған көптеген ұсыныстар. Соның ішінде бірінші ұсынып отырғаны міне 10 гигабит секундқа дейін интернетке арналған бизнес, IP телефония, Wi-Fi дейді. Бұның ұсынып отырған қызметтер өте көп екен. НЛС, Казнетком бар, сонымен қатар интернет сервис провайдер, қызметтеріміз дейді, бизнеске арналған интернет, видеонаблюдение, IP телефония. Жалпы барлығы бір-біріне ұқсайтынын байқаймыз. Енді Жусан, міне осы сервис провайдерлерден мысалы сіз өзіңіздің офиске интернет қостыратын болсаңыз, олардың бірінші жаңағыдай техникалық мүмкіндікті тексереді, одан кейін сізге интернет сервис провайдерлер интернет береді жоғары жылдамдықтағы, және сіз қосымша статикалық IP адрес аласыз. Оның жаңағы блок деп аталынатын статикалық IP адрестің сізге қанша саны керек екені анықталады. Мысалы 4 блок болуы мүмкін, 8 блок, 16 блок. Көп жағдайда бір ғана IP адрес шағын және орта бизнес үшін жеткілікті жатады. Енді үлкен ірірек компания болса, онда ол жерде көбірек статикалық IP адрестің саны алынуы мүмкін. Так, неліктен компьютерге бірден статикалық IP адресті жазу қауіпті деген екен. Так, егер дұрыс баптамасаңыз, әрине түсінікті, ол дұрыс жұмыс жасамайды. Қауіпсіздік тәуекелдері. Егер компьютерге статикалық IP-ді жаңағы серверге бірден жасатын болсаңыз, ол жерде интернеттен вирустарға шабуылына ұшырайды, хакерлерге ашық болады, яғни оның бұзылып кетуі, вирус кіруі ол 100%, яғни өте қауіпті. Так, сіздің роутеріңізді немесе firewall құрылғыларыңызды айналып өтеді, және сіздің компьютеріңізге тікелей шабуыл жасайды. Так, мына жерде сондай кішкене жаңағы кемшіліктер жазылған екен. Жалпы айтқанда, оны ешқашан статикалық IP адресті серверге, компьютерге тікелей жазып жатпайды. Көп жағдайда мынандай құрылғыларға баптайды. Яғни мысалы мына жерде микротик HAP Access Point AX2 деп аталынатын моделін көреміз. Бұның жаңағы қауіпсіздігі, ол жерде VPN жасау, осы статикалық IP-дің барлық артықшылықтарын пайдалануға мүмкіндік береді. Және қауіпсіздігі өте керемет. Бұл шағын және орта бизнеске, филиалдарға жаңағы арналып жатқан құрылғы. Одан кейін мысалы Fortinet статикалық IP адресті осы жерге настройка жасаймыз. Ары қарай
веб фильтр жасауға болады, кейбір сайттарды жабу, ұзақтан кіру, одан кейін екі сайттарды қосу, екі офиста, IP телефония, бейне бақылауды да ұзақтан қосуға мүмкіндік бар, яғни басқа қаладан қарау. Статикалық IP-дің жаңағы айтып кеткен қолданыс жағдайларының барлығын осы жерде баптауға мүмкіндік бар. Сонымен қатар қауіпсіздік өте жоғары деңгейде болады. Ол жерде көптеген ережелер жасақ болады, бұғаттауға болады, мысалы керек емес сайттарда. Жалпы Fortinet-тің қауіпсіздік саласында өте жоғары екені белгілі. Сонымен қатар Cisco құрылғылары, мына жерде ескі бір құрылғы келтірген, мысалы Cisco-ға жазады, одан кейін ол жерде тағы да VPN, басқа да барлық сервистерді жасауға мүмкіндік болады. Және қауіпсіздік өте жоғары деңгейде болады. Мына жерде көріп тұрғанымыз, мысалы Қазақ Телекомның міне оптика мен интернеті келеді, одан кейін олар ары қарай мына жердегі роутер бридж ретінде әшейін жай ғана өткізгіш ретінде жұмыс жасайды. Ары қарай ішке осы бизнестің өзінің құрылғысы қосылады. Мына жерде көріп отырғанымыз микротиктің аты қиын RB4011 IGS деп аталынатын моделі. Бұл сонымен қатар Wi-Fi таратады, қауіпсіздігі де өте жоғары, сонымен қатар жергілікті LAN желісін құрастыруға мүмкіндік береді толықтай. Енді статический IP дегенге түсінікті болды деген ойдамын. Оны әрине ешкім сізге былай қолмен бере салмайды, еш жерден өзіңізде ала алмайсыз, тек қана осы үлкен интернет сервис провайдерлерге жүгіну керек. Және олар сізге осы интернетмен қосып статикалық IP адресті береді, одан кейін ары қарай VPN жасайсыз ба, басқа қосулар жасайсыз ба, оның барлығын іске асыруға болады. Бұл сабақ пайдалы болды деген ойдамын. Олай болса келесі сабақта кездескенше мен сіздермен қоштасамын.